Тәкаппар адам мына үш нәрсені жасамайды. Біріншісі дұға жасамайды, екіншісі рахмет айтпайды, үшіншіден сұрамайды. Мен не үшін дұға жасаймын, менде бәрі бар, немесе ол өзінің жұмысын жасап жатыр ғой, мен не үшін рахмет айтуым керек? Сұрайтын болса, мен өзімнен кішілерден сұрап жүрем ба, мен білемін ғой деген сияқты, бойында бұл тәкаппарлықтардың белгісі, Алла сақтасын. Ешкімнің маңдайында мен тәкаппармын деп жазылып тұрған жоқ. Ешкім мен тәкаппармын деп те айтпайды. Сол себептен шипа іздемейді. Алла Тағала бұл тәкаппарлық сипатынан бәрімізді сақтасын. Қияметтің күнінде тәкаппар болған адам, өр көкірек болған адам Алла Тағаланың алдында сондай кішкентай болып, кішкентай кішірейілген халде алып келіп, тозақтағы барлық адамдардың жанған күйген қандарын, іріңдерін, терлерін барлығын ағат, ақса сол тәкаппар болған адамға ішкізіледі дейді. Алла сақтасын. Бойымызда Алла Тағала Құранда тәкаппар құлдарды сүймейді дейді. Барынша бұл тәкаппарлықтан аулақ болайық бауырлар.